Все, біз қайтып келдік. Оралбек, Умида. На месте. Болса жақсы ма кішкене? Оралбек ренжіп жатыр, ну ладно. Соңғы лекциямыз бұйырса. Dijkstra деген алгоритм бар, народ. Былай жазылады. Dijkstra деп жазылады. Алгоритм қысқа жол табу алгоритм. Нахождение коротких путей. Жазып жатыр, мен қазақша түсініп жатырмын. Умида, ренжірші? Если аны запись етпесең керек. Не же запись, видеозапись қой? Или что-то ты хочешь это, да? Ладно. Dijkstra деген, короче, алгоритм бар. Қысқа жол табу алгоритмі. Мысалы, мынандай тема болсын, мысалы, бізде қалаларды давайте Алматы, Астана деп ұзақ жазбай бүйтіп жазайықшы. Но слишком ұзақ болып кетті, білемін. Мысалы, 5 қала бар деген, мен қысқасын түсіндірейін. Мынау А деген қала болсын, мынау Б болсын, мынау С болсын, мынау Д болсын, мынау Е болсын, болды. Адан Б-ға, Адан С-ға, Адан Б-ға 4, Адан С-ға 2, С-дан Б-ға да, С-ға да баруға болады, скажем, 1, Б-дан Д-ға, С-дан Е-ге, Б-дан Е-ге, С-дан Д-ға, и мынадан, скажем, Б-ға. Сандар не помню, қазір есіме түсірген. Жизнь жаңа басқа сабақта жазған. Басқа сабақта жаздым, бірақ оны есімде жоқ. 1 second, please. Thank you. What? Please don't talk in English. Only speak Kazakh, please. Так, 4-2, но арасындағы расстояниялар ғой, типа километр ғой. Типа километр ғой, 4-1-2. 2. Но 5 болсын. Мынау 1 болсын. Мынау, я прикол ұстадым, если не поняли. Мынау 4 болсын. Мынау 3 болсын. Көрініп тұр ғой, бәрі? Все. Осындай қалалар А, Б, С, Д, Е, 5 қала, Бекнұр. Қазақша, е? И ішіндегі расстояниялар, е? И кейбір жерлерде екі жаққа да бар ғой, мына мысалы настройка мысалы. Енді қараңдар, қалай жұмыс істейміз? Сразу мынандай бізде қазір кодта айтқанда мапа болады. А, Б, С, Д, Е деген хэш мапа болады. Короче, 5 қаланы бүйтіп жазып қоясыңдар. Мен бірінші теориясын түсіндіріп, потом кодқа барамыз. Обязательно қай қаладан бастайсың айту керек. Ол обязательно. Басы қай қаладан бастауды айту керек. Мысалы, Адан бастайық деп айтамыз. Сөйлеп отқанда. Қайрат. Тыңдайық, е? Адан бастайық деп айтайық. Обязательно бір қаладан бастау керек. Қай қалаға бару керек, не обязательно, оған соңында айтамын неге. Обязательно қай жерден бастаймыз? Мысалы, Адан бастап. Басында біз 5 қалаға ең максимальный сан жазып қоямыз. Ең максимальный сан. Ең максимальный сан интеджерларда қандай? Көп болып кетеді, Оралбек. Оралбек дұрыс емес сан айтып жатыр. Java'да мынандай нәрсе бар, int max деген нәрсе бар. Java C++-де бар, int max деген интеджерлардың максимум где-то 2 миллиард бір нәрсе деген сан ғой. Короче, мен нәрге max деп жазасайыншы, сан емес, сан жазсам былай жазу керек, 2 миллиард деп жазу керек, көп жазатын зат. Короче, нәрге максимальный сан жазам. Окей? Бесеуіне де максимальный сан жазып қоям басында. Не үшін максимальный қазір түсінесіңдер. Короче, max деген түсінікте 2 миллиард бір нәрсе деген сан жазып қойым, жарай ма? Иә, одан асатын сан жоқ қой. Красавчик. Иә, бізде енді былай. Түсінді, қай жерден бастап жатырмыз? Адан. Бастайтын қала А болса, сол А деген қалаға макстың орнына 0 жазып қойсыңдар. Тип осы жерден бастап жатыр, 0-ші километрден бастап жатыр. Начало. Арғы не істейміз? Адан қай жерлерге баруға болады, қай қалаларға? Б-ға, С-ға 2 жерге баруға болады. Б-ға за 4 километр, С-ға 2 километрде баруға болады. Вот соны бүйтесің. А 0 ғой. 0 плюс қанша? 0 плюс 4 десең, Б-ға барасың. 0 плюс 2 десең, С-ға барасың. Неге 0 плюс? Потому что 0 деген А-да тұрмыз, 0-ден бастап тұрмыз екіз. Сонда 0 плюс 4 қосасың. 4 болады ғой, е? 4 километрмен Б-ға түсуге болады, Б-ға баруға.
Ана жерде б-да қанша тұр? 2 миллиард бір нәрсе тұр. 4-пен салыстырасың, 4 кіші ма 2 миллиардтан кішірек. Онда не дейсің? Онда мынаны алып тастайсың да 4 жазасың. Типа б-ға 4 километр жүріп баруға болады деген сөз. Адам бастасаң. С-ға шы. А0 я, А0 аласың плюс 2, 0 плюс 2, 2 болады, 2 километр жүріп С-ға баруға болады. С 2 километрмен С-дағы қазір мәнді 2 километрмен салыстырасың. Қайсы кіші? Мынау кіші, я? Значит, макстың орнына 2 деп жазасың. Сол үшін макста жазып қойдық, чтобы кіші сан болса, максты ауыстыру үшін ше. Я? Түсінікті, я? Енді екеуінің екі жолмен бара аламыз ғой, 4-мен де бара аламыз, 2-мен де бара аламыз. Қайсы қысқарақ? 2 қысқарақ. Значит, содан бастайық. 2 қысқа болғаннан кейін осы жаққа барайық бірінші, содан бастайық деп отырмын. Пойдем, мынаған да бару керекпіз потом. Бірақ қысқасын алдық, 2-ні алдық, С-ға келді. Енді біз С-да тұрмыз. Түсінікті? С-да тұрмыз, С-дан қай жерлерге баруға болады? Жоқ, С0 болмайды. С2 болып тұрады. Өйткені біз адам бастап, всегда начало А бізде. Просто біз қазір адам бастап С-ға келдік деген сөз ғой, типа. 2 километр жүріп қойдың, все, 2 километр уже не отнимается. 2 тұрады всегда. Енді біз С-да тұрмыз, С-дан 3 жерге бара аламыз, я? Б, Д, Е, я? Дұрыс па? Дұрыс па? Умида ренжіп жатыр, дұрыстап түсіндіріңізші деп андай. Детально сол үшін. Сол. Тем более подруга соты қонақ келген ғой сол. Короче, С-да тұрмыз, С-дан давайте 3 жерге бара аламыз екенбіз. Б-ға қанша километрмен бара аламыз? 1 километр. Бірақ мына 1 километр деп жаза алмайсың, өйткені сен уже 2 километр жүріп қойдың С-ға келгенше. Сол С-ға келген 2 километрге мынаны қосасың Б-ға бару үшін. Түсінесің ме? Андрей Климов деген жігіт келді. А вы опоздали, да? Что там, как проект? Дипломка. Надо собраться на днях. Блин, диплом. Ну да, на соберемся, наверное. Пишите, да? Ну, пока нет, сейчас пока учеба. Ну да, правильно. Второй семестр, если учеба, тоже не надо, да, писать? Андрей, кетқасын қазір естіп қойып. Как там, в Ақтөбе все хорошо? Ақтөбейский. Жерлес ваша. А? Қалжыңдаймын, ол ағылшынша емес, ол мен өзім балам ғой. Дипломнигім ғой. Короче, С-дан Б-ға барайын десем 1 километр жүру керек, бірақ мен... Все, давай. С-дан Б-ға бару үшін 1 километр жүру керек, бірақ мен С-ға келем деген 2 километр, ол екеуін қосу керек демек. Түсінесің ба? Сен өйткені былай келіп жатырсың, былай, потом Б-ға барасың, екеуін қосу керек. Сол үшін С-дағы санды аламын да, и плюс 1 деймін қанша болады? 3 болады, е? 3 километр жүріп Б-ға баруға болады екен. А Б-ға мен до этого айттым, что 4 километрмен баруға болады, былай. Оказывается, еще короче путь бар екен. Соны менде 4 тұр бұрынғы, қазіргі 3 тұр. Қайсы кішірек? 3 кішірек. Значит, 4-тің орнына 3 қоясың. Түсінесіңдер ма? Сонда, типа сен басында 4 километр жүріп баруға болады дедің, потом понял, что оказывается, былай барсаң қысқарақ екен. 3 километрмен. Сол үшін 4-ті өшіріп 3 жазасың орнына. Компиляция? Оны кодта көрсетемін. Оны кодта көрсетемін. Пока мына жерде жоқ. Түсінікті, я? Короче, С-да тұрып, Б-ға некенді қостым, Д-ға шы. 4, я? Бірақ 4-ке тоже не қосамыз? 2, я? Жаңа, С-да тұрмыз ғой біз. 2 плюс 4, 6. 6-мен қайда бара аламыз? Д-ға. 6 немесе макс. Қайсы кіші? 6 кіші, значит, макс норм 6 жазамыз. Демек, А-дан бастасаң, Д-ға пока 6 километрмен жүріп бара аласың. Пока что ең қысқасы, может, еще табылады қысқасы. Еге қалай? 5, я? Еге. С-дан 2-ге 5, бірақ оған еще өзіміздің 2-міз қосамыз, 7 болады. Түсінікті ма? Енді С-да тұрмыз ғой, С-дан 3 жол бар, я? По идее, Б-ны да сөйтіп талқылау керек, бірақ оны қазір кодта істейміз, я? Мына жерде қысқасын талқылап беремін, логика, общая логикасы. С-да тұрып, типа мен жаңа А-да тұрып С-ға кетіп қалдым ғой. Также Б-ға кетіп та істеу керек та жаңағы темаларды. Б-дан қайда жүріп аламыз деген. Бірақ мен қысқа түсіндірейін қазір, өйткені кодты түсіндіру уақыт кетеді еще. Мен С-да тұрып енді 3 жол бар ғой менде. Мынау бар, и мынау бар, я? Қайсы қысқарақ? Б қысқарақ, сол Б-ға барайық енді. Енді Б-да тұрмыз. Түсінесіңдер ме? Қысқасынан жүрейік. Жаңа да қысқасымен жүрдік. 4 бар, 2 болған, 2-мен қысқасына бардық. Б-да тұрып қай жерге бара аламыз? С-ға бара аламыз. Б-ға біз қай немен келдік? 3-пен келдік, е? Б-да тұрмыз, демек Б-ға 3-пен жеттік, ең қысқасы 3 болып тұр.
еще b-дан c-ға дейін бару үшін тағы да бір қосу керек қой, дұрыс па? 3 плюс 1 4 болып кетеді. C-ға 4 километрмен бара аласың, немесе бұрынғы 2 километрмен барасың. Конечно, 2 километр меньше. Сол үшін 4-ті игнорируешь. Е? Ищем не легкие пути, а быстрые пути. Самые короткие пути. Орыс группадан келгенбіздер ғой. Макстар мен алдында қоямын, потом сызып отырамын. Кішірек болса. Неге күліп отырсың? Күлме. Айгерім деген қыз танысыңдар. Үйбай не болды? Шошып кетті. Қайырбекова Айгерім, е? Вот, Қайыржан қызы Айгерім. Бізге қонаққа келіп отыр бүгін. Түрін көрсетейін ба деп камера жоқ. Я ертең кимейді, кстати. Все, народ, кеттік. Біз қазір бұда тұрмыз, С-ға бару үшін 1 километр өту керек, бірақ 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады да, 4 2-ден кіші емес, сол үшін о жаққа бармай, игнорим. Я? Көрдік барып, но ұзақ болып кетеді жол, керек емес екен. Келесі кім бар? Мысалы, Д-ға барып көрейік, Д-ға. Д-ға қанша? 2, е? Б-дан Д-ға бару қанша? 2. 2-ге өзіміздің Б-да тұрған 3-ке қосамыз. Б-ға келу үшін 3 болды, бізде. 3 плюс 2 қанша? 5. Д-ға бару үшін, е? Демек, Д-ның мына жерін. Вот, до этого Д-ға 6-мен бару болады дедік, қазір еще короче путь таптық, 5. Түсінесің ба? Демек, что? Ана 6 таймыз да 5 дейміз. Жоқ, мынау БФС по идее. Просто мынау БФС, просто сендермен бір жолды ғана көрсетіп отырмын да, былай қысқа жолдармен жүріп баратып. По идее, ол қазір кодқа кіргенде көресіңдер, мынаны да тексереді. Потом мынаған бар болады да, мынаны тексереді. Мынаған бар болады да, мынаны бәрін тексереді. Просто мен видеоға қысқарақ болсын. Итак, кодқа келіп қазір мыжимыз деп жатырмын. Айгерім. Қайжан қызы. Сол ғой. Так что мынау больше БФС. Не істедік? Д-ны есептедік, е, Д-ны. Е қалды. Е қанша? 3. Б-дан Е-ге 3. 3-ке 3 қосам, е, еще. 6 бола ма? 6 и 7. Қайсы қысқа? Значит, 6. Көрінді ма? Одан да қысқа тауып алсаң, ауыстыру отыру керек. Бірді тапсаң ауыстырмайсың, қысқа тапсаң ауыстырасың. Енді болды, бітті, е, Б-дан жүретін жерлер. 1 бар, 3 бар, 2 бар. Бір қысқарақ, сол Б-мен барсаң, қайттан С-ға келіп, ол С-ға қайттан баруға болмайды, бірақ визиті секілді бір нәрсе ғой. Барсаң да болады, бірақ түк өзгермейді. С-дан қайттан уже барып қойдың деген тема бар. Еще С-ға бару үшін не? Ну, короче, қайталайсың, ол керек емес. Енді келесі кім? Типа визиті болып кетеді ғой. Келесі кім? 2 мен 3 болса, Е-ге барайық, Д-ға барайық. Д-да тұрмыз. Д-дан қайда бара аламыз? Еш қайда бара алмаймыз. Сол үшін Д-ға бармаймыз, не? Келесі онда Е-ге барамыз. Д-дан баратын жер жоқ та. Түсінесің бе? Баратын жер жоқ болса, типа рекурсиямен қайтып былай кетқан секілді болсын да, басқасына барасың. Уже соңғы қалды, мына 4-еуіне бардық, Е ғана қалды. Е-ге келдік, Е-ден оказывается только Д-ға бара аламыз екен бірге. Е-нің өзіне келу үшін қанша алды бізде? 6 километр алды, плюс еще 1 Д-ға бару үшін 7 болады. 7 Д-ға бару үшін, не? Д-ға бару үшін. 7 немесе 5, конечно 5, онда қалады өзгермейді. Осылай болып шығады. Сонда не деген сөз? Давай до конца түсіндірсек. Біз Адан бастадық, Адан Б-ға жету үшін минимальный путь 3 километр алады, Адан С-ға жету үшін минимальный километр 2, Адан Д-ға жету үшін, аның бәрі Адан бастасаң деген сөз. Адан Д-ға жету үшін минимальный 5, Адан Е-ге жету үшін минимальный 6. Бәрі Адан басталатын теманы. Сұрақ? Бірдей болса ауыстырмайсың, тек аз болса ауыстырасың. Я, мына 4 дедік, былай тоже 4 екен дейсің, онда ауыстырмайсың. Сол 4 қалады, мына 4 қалады, по идее. Бірден аз болса ғана ауыстырасың, типа. Сұрақ бар ма? Айтыңдар. Сұрақ осы жерде сұрап алыңдар, потом кодқа кірейік. Yok mu? Soru yok mu? Ha? Сол интеджердің орнын алады. Сен интеджер құрсаң болды ғой. Интеджер құрсаң қандай сан жазып ба? Үлкен сан жазасың ба макс? Или просто 1 деген сан жазасың ба? Ол все равно 4 байтында алады. Өйткені 1 жазсаң, просто ол 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 болып тұрады да, и все. Мыналар все равно орын алып тұрады.
сен ойладың ба бір жазсам ол кішкентай болып қалады деп? Жоқ. Интеджерді объявил, все, 4 байт алады. Дабл объявил, 8 байт алады. Там шорт объявил, шорт бар ма Java'да, иә, бар еді ғой, 2 байт алады. И сол. Long болса 8 байт деген секілді ма? Long көп, иә. Ал түсінікті, онда, иә, кеттік. Осы теманы енді недер істейік? Кодпен істейік. Мен давайте бітейін. Осылар қалсын сурет, иә, алып тастайын. Смотрите. Мына суретті қазір кодта жасау керек бізге. Чуть былай қойын. Кодта шайын. Кодта давайте бітейік. Мен несін жазып қойым? Кодта, кстати, H-та мен на weight болды ғой, мен weight, типа, весы, помните? H-ның ішіндегі. Мен просто километрға ауыстырып қойым, мынадай olur, weight деп едіңше. А так өздерің weight деп, сессияда weight деп сұрайын. Просто осы экзампл үшін. Все, рахмет. Vertex тура сол, графта, ау? Все, Оралбек, рахмет. Не бәрі ұзақ болып қалған біріне? Байқандар, бізде сессия келеді. На BFS пен бірге лақтырамын, ладно, потом. Міне Dijkstra деген алгоритм. Короче, Dijkstra деген алгоритмда всегда қай жерден бастайсын айту керек. Біз жаңағы A-дан бастап тұр десек, онда A деп көрсетесің, е? Мен, кстати, бүйтейінші. Мыналарды өшіріп тастайын. И мыналармен істейік, міне A, B деген. Солай болсын. Қызық емес, уже шықпайды. Қалды. Давайте осыны істейік. А мен Б 4, де, дұрыс па? 4, АЦ 2, БЦ 1, БЦ 1 и ЦБ 1. Ладно, қазір көреміз, е? БД 2, дұрыс па? БЕ 2 дейді, бірақ бізде БЕ 3-ке ауыстырса. Біздің суретпен болсын, да, бәрі? Болды ғой, Б-дан 3 рет қана бара аламыз, е? БД, БЕ, БЦ, е? БД, БЕ, БЦ. БЕ 3 емес қой. Подожди, БД 3 қой. Жоқ, дұрыс, БД. Қуып кеттім. Ладно. С-дан Б-ға 1 дейді, дұрыс па? Дұрыс. СД 5, СД 4 бізде. Дұрыс па? Все. СЕ 5, вот СЕ 5. ДЕ 1. ДЕ-ге бара алмаймыз ғой, өшіп сияқты. Еді 1, дұрыс, е? Еді 1. Дұрыс қой бар, е? Осын все. Осын запускай көрейік, басында обязательно айту керек, қай қаладан бастайсың. Мен А-дан бастайын өтіп. Дұрыс қой бекмір? Все. Енді осыны жіберіп көрсек, менің сандарым шығу керек жаңағы. Жаңа қалай болды? А0, Б 3 болды, е? Басында 4, потом 3 болып кетті, помните? С2, Д 6 болып, потом 5 болып кетті, но 7 болып, потом 6 болып кетті, помните? Дұрыс шығып тұр. Мына тема бар, оны потом түсіндірем қазір. Все, істеп тұр деген ғой, дұрыс. Енді қалай жұмыс істейді қараңдар. Мынандай зат бар, мынаны түсіндірмей тұрып, басында мына priority queue деген нәрсені түсіндірейін. Priority queue деген жай queue бар ғой, жай queue. Жай queue қалай жұмыс істейді? Кім бірінші очередқа кірді, бірінші 10-ды кіргіздің ба, потом 20-ны, потом 30-ды кіргіздің ба? 10 бірінші кірді ғой очередқа. Значит, ол 10 бірінші шығады очередқа. Кім бірінші кіреді, сол бірінші шығады очеред. Я, значит, өшеді, бірақ ішінен шығарып аласың деген сөз. Ол дейтін шығарып алады. Ана жерден өшіреді, бірақ шығарып алады. Шығарып алғанда соны ана жерден өшіп қалады деген сөз ғой очередтен. Бірақ сен алып аласың, өзің алып аласың. Ол простой queue сол жұмыс істейді. Priority queue деген приоритеті бар очередь деген сөз. Приоритеті бар кезек. Ол былай жұмыс істейді. Ол ана өмірдің несі бар онда, өмірдегі экзампл бар. Например, давайте нені түсіндірейін лучше. Банкқа барасың ғой. Мысалы, банкқа апалар келеді, 3 апа келеді дейді банкқа. Апа 1, апа 2, апа 3 келеді. Үшеу очередьта отыр. Потом бір мужик келеді, золотой карточкасы бар банктың. VIP клиент. Ол 4-ші келсе де, оның басына бірінші алып алады оны очередьқа. Ол 3 апаны артына қалдырып, бірінші кіріп кетеді кассаға. Өйткені онда VIP карта бар. Приоритет. Или больница. 3 студент келеді больницаға, студент 1, студент 2, студент 3. Потом королева очереди келеді, апа келеді. Балам мен жіберіп алдыға дейді да, 3 студенттің алдына отырып болады. Приоритет. Значит, сол тема, е? Дұрыс па?
Немесе вот Айгерім өзің не үшін келдің енді? Қазір күшті енді қызық болып отыр, соңғы лекция запомнить надо. Ертең келмей қойсам болады реально бірақ. Жоқ, реально. Сондай тема приоритеті. Понятно ғой, иә? Мына жерде біз приоритетті қалай істейміз, қазір көрсетемін. Просто не екенін білгендер дұрыс, қазір түсіндірем қалай жұмыс істейді. Приоритет қандай болу керек, сен мына жерге жазасың логикасын. Қазір айтамын, иә? Қазір түсінбейсіңдер. Так, start vertex бізде А, иә? Біз адам басталды деп айттық. Start vertex А береміз. Start vertex құрып аласын. Мынау просто стрим қой, сен одан vertex құрып аласын. Қала құрып аласын, vertex. Енді қараңдар, менде екі зат бар, екі хэш мапа бар. Біреуі distances. Distance деген жаңағы ғой, біз А0 дегендер сол. Кілті қала болады, мәні километр болады. Как раз сол тема. Кілті vertex, кілті мәні integer, как раз километр. Ол distance, мына жазып қояйық. Дистанция, дұрыс Бекнұр. Екіншісі previous деген, ол не үшін керек, тоже түсінесіңдер. Мен жаңа оны түсіндірген жоқпын мына жерде. Как раз осы сен айтқан тема, Аурабек. Қала предыдущий деген сөз. Чуть-чуть Бекнұр не угадал. Предыдущий деген сөз. Сол, иә. Сол, иә. Енді қараңдар. Previous деген хэш мапа vertex. Кілті де қала, мәні де қала. Мына жерге previous деп қой. Оны түсіндіріп болғаннан кейін түсінесің, қазір не будем гадать. И PQ деген бар, жаңағы priority queue'мыз бар, иә? PQ деген. Ол очередь, бірақ какой-то своеобразный очередь, түсінесіңдер қазір. Осы үшеу бар бізде. Біз не істейміз? Бізде хэш мапа бар, иә? Хэш мапаны, кстати, мына жерден көрсете салайықшы. Мыналардан кейін мынаны емес. Мынаны шақырайық. Display graph бізде хэш мапаны көрсетеді ғой, как раз таки. Тесттің темасы ғой. Quiz 5-те народ маған біреулер мынаны өзін шығарып бергендер дұрыс емес. Былай осындай код берсем, біреулер, народ, сразу айтып кетейін. Осындай код тұр ғой, ана квиздарыңда. Сол display graph не көрсетеді десем, осыны қайтап жазып беріп тұр. Типа А, стрелка Б, стрелка 4 деп тұр да ма? 0 сразу ондайға, иә? Және өйтіп істемейсіңдер, қалай істейсіңдер, былай істейсіңдер, иә? Кілт какой-то тире vertex weight деген секілді осылай көрсету керек. Жоқ, мына сөздер не обязательно. Просто кілті, двоеточие, тире, стрелка бір нәрсе и мәндер, көп мәндер. Кілті, мәндер. Осылай болу керек. И мәндер обязательно немен болу керек? Weight'мен болу керек. Километр мен нәрсесі. Обязательно ауда болу керек. Кілті пустотада да жазу керек тоже. Потом, ертең разберем. Ертең разбор болады квиздар. Все, болды, бітті, 0. Ертең. Короче, мен мынадан қарап отырайын, иә? Хэш мападан да қарап отырғанға. Қараңдар. Қарап отырғаннан көп қарайтын затта жоқ міне. Үшеуін құрдық. Естедік, хэш мапаның бүкіл кілттерін алып алдық, кілттерін. Кілттері мына жерде бізде А, Б, С, Д, Е. Демек 5 кілтін алдық та, кілттердің бәрін алдық та, вертекстер қойып, кілттердің бәрін қайда салып жатырмыз? Дистанцқа салып жатырмыз. Дистанцқа каждый кілтті салып и максимальный мән жазып жатырмыз, жаңағы тема. Бізде как раз 5 кілт бар ғой, А, Б, С, Д, Е, міне 5 кілт. Демек 5 кілтті алдық та, каждый кілтті сақтап, оның мәніне макс value жазып қойдық, жаңағы мына тема. Каждый кілтті кілт ретінде жазып қойдық. И мәндердің бәріне макс жазып қойдық. М десайынша макс, иә? Жарай ма? А то ұзақ болып кетеді. Макс. 2 миллиард деген сан ғой бір какой-то. Макс и макс. Түсінікті ма? Тура жаңағы тема. Болды, мынау бітті. Келесі. Дистанцқа start vertex'ті 0-ге өзгерттік. Start vertex бізде А ғой. А-ның мәні 0-ге өзгерттік. Бізде А-дан максималь тұр, оны неге 0-ге өзгерттік. Өйткені біз А-дан бастап тұрмыз. Түсінікті ма? Келесі PQ-ға, біздің очередьқа, priority очередьқа start vertex'ті қостық. Демек А-ны біз мына жерге PQ-ға қостық. Бастайтын қаланы очередьқа қосып қоямыз. Приоритетный очередь. Пока приоритет туралы әңгіме жоқ, өйткені ол бір-ақ зат тұр ішінде. Иә? Очередьте бір-ақ зат тұр. А-ға. Кеттік. PQ empty емес па? Empty емес, ішінде А тұр, иә? Демек PQ-дан элементті аламыз. Кімді алып жатырмыз қазір біз енді? А-ны алып жатырмыз. А-ны қайда жазып жатырмыз? Current vertex-қа. Демек current vertex тең А-ға. Дұрыс па? А-ны алған кезде, пол жасаған кезде народ не істейміз? Не просто мынаған жазамыз. Еще мына жерден өшіріп тастаймыз, иә? Оны білу керексіңдер. Очередьтен алып шығамыз, очередьте болмай қалады, өзімізге алып аламыз, иә? А-ны алдық, current vertex А болады. Енді істеп жатырмыз мына жерде. Хэш мападан А деген кілтпен нені алып жатырмыз? А-ның сосед емес, ана баратын қалалары. Current vertex бізде А ғой.
А деген кілтпен алып жатырмыз хэшмападан нені алып жатырмыз? Edge'дарды алып жатырмыз. Демек қайда бара аламыз? Соларын алып жатырмыз. Адан қайда бара аламыз? Давайте бүйтіп қояйын. Адан қайда бара аламыз? Б-ға за 4 километр. H-тің ішіне не кіреді, помните? H-қа не кіреді? Ішіне destination кіреді и километр кіреді. Соны білу керек. Демек, А деген кілтпен 2 H-ті алдық. Біріншісі Б 4 километр, е? Дұрыс па? Екіншісі С 2 километр. С 2 километр. Все. Біз қазір қайда тұрмыз? Мынау for ғой, цикл ғой. Бұдан бастайық, например. Любойынан бастай берсек болады, разница жоқ. Бұдан бастайық. Окей? Түсінді ма? Б-ны алдық мысалы. Мына H-қа Б-ны алдық. Біріншісі. Мынау қазір келесінен аламыз, келесі for-да. Б мен 4-ті алдық H-қа. Мына жерге. H-тің destination алдық. Destination неге тең? Б деген қалаға тең. Destination баратын қала ғой, Б бізде аты. Neighbor Б-ға тең. Я жазып қойын, сендер аты шатасып кетесіңдер. Neighbor тең қаншаға? Б-ға баратын қала пока Б болып тұр. Енді қараңдар, самый логика мына жерде. Новый дистанция есептеп жатырмыз. Дистанциядан current vertex ол бізде А ғой. А-ның несін алып жатырмыз? А деген кілтпен соның километрін алып жатырмыз. А-ның километрі қанша бізде? 0. Помните, мен айтып едім 0 плюс 4 деп айтып едім, помните? Сол тема ғой. 0-ді алдық, А-ның мәні 0-ді алдық. 0-ді алдық, оған қосып жатырмыз. Қазіргі H бізде кім? Б ғой бізде қазіргі H. Қазіргі H-тің километрін алып қосып жатырмыз. Типа 0 плюс 4 қанша болады? 4 болады. 4-ті қайда жазып қойдық? Новый дистанция, new distance жазып қойдық. New distance 4-ке тең. Енді қарап жатырмыз. 4 кіші ма, чем дистанциядағы, neighbor бізде Б ғой. Б-ның километрден аз ба? 4 аз ба дистанцияның ішіндегі Б-ның километрден? 4 аз ба дистанцияның ішіндегі Б-ның километрден аз ба 4? 2 миллиард, 4. Аз ғой. Онда не істейміз? Аз болса, дистанцияға как раз таки сол Б-ның мәні енді 4 болсын. Макс емес 4 болсын. Сонасыздар ма? Аны. Жаңағы мен теория түсіндірген зат. Жаңа былай істедік, е? 0 мен 4-ті қостық, 4 болып шықты. 4 макстан кіші болғаннан кейін макстың орнын 4 болып қойдық. Түсінесіңдер ма? Еще бір тема, previous деген хэшмапаға neighbor бізде Б, current vertex бізде А. Previous-қа Б, А деп жазып қоямыз. Кілті Б, мәні А. Оны соңында түсіндірейін. Пока жаза берейік. Соңында түсінесіңдер. Кілт, не Б, А. И PQ-ға, очередьқа салып жатырмыз кімді? Б-ны. Б-ны салып жатырмыз. Очередьқа. PQ. Пока Б ғана жалғыз болып тұр, басқа ештеңе жоқ. Окей? Окей? Пока приоритет туралы айтайын десем, айта алмаймын, өйткені пока бір ғана элемент жатыр PQ-да. Бір элемент жатыр. Келесі H-ті аламыз, келесі H кім? Біз Б-ді бітірдік қой, Б-ны. Келесі кім? А-ның соседі. С-ны аламыз, енді С-мен жұмыс істейміз. Қараңдар. С-ның несін аламыз? Neighbor бізде енді С болады. Neighbor деген не ғой? Көрші, красавчики. New distance не дейміз? Дистанциядан А-ның жаңағы нені аламыз? Дистанциясы А-ны аламыз. 0 плюс қазіргі С деген көршінің километрі. 0 плюс қанша? 2. 2 болады. 2 С-дан кіші ма? С-ның мәнінен кіші ма? Значит, мынау 2 болады. Кіші болса, distance.put С-ға 2 қоямыз. Previous-қа С-А деп қоямыз. С-А деп қоямыз. И PQ-ға С-ны қосып қоямыз. Вот енді қараңдар, енді прикол жоқ. С-ны қосқан кезде, уже 2 элемент болғанда, очередь қалай жұмыс істейді? Сенде Б бар, С бар. Мен әжеге жазып қойдым. Priority queue құрып атқан кезде, компаратордан салыстыратын зат, қалай салыстырудың логикасын бүйтіп жаздым. Distance'ның ішінде, distance бар бізде мынау, distances. Соның ішінден get шақырды, солай салыстыр деп жатырмын. Осында былай салыстырады. Сенде Б бар, С бар. Қайсы приоритетіне, қайсы VIP былай қарайды. Б-ны алады да, distance ішіне кіреді да, Б деген кілтпен мәнін қарайды 4. С-ны алады да, distance ішіне кіреді да, С-ның мәнін қарайды 2. Қайсы кішірек? 2 кішірек. Значит, 2 кішірек болғанда 2 С ғой ол, 2 деген. Значит, С-ның приоритеті көбірек болады. С как VIP клиент секілді болады. Кімнің несі мәні кішірек, кімнің километрі кішірек, сол приоритет не болады? Приоритет үлкенірек болады, түсінесіз ме? Демек, келесі очередьтен алатын С болады, Б емес. Мен не істеймін онда? Б, сори деймін, Б, сори, сен күте тұрасың деймін да, С-ны Б-ның үстіне қоямын. С келесі деп отырамын очередь. Келесі қазір, әлі емес қазір С-ны аламын. Келесі С-ны аламын деген сөз. Б күте тұр деп айтамын. Б, сори, сен мешок.
Иә, мен цны қосқанда, цны соңында қоссам да ол басында тұрып болады. Ц приоритет болып кетеді. Иә, бүкіл элементтер салыстырады, сен инсерт жасаған кезде ол бүкіл элементтермен салыстырады да, бір жеріне тұрып алады, ортасына, үстіне бір жеріне тұрып алады. Приоритет күй солай жұмыс істейді. Инсерт кезінде ол өз орнын тауып алады. Соңында тұрмайды, өз орнын тауып алады. Енді приоритет вообще кішкентай болса, онда соңында тұрады. Ең приоритет мықты үстіне тұрып алады. VIP клиент қой. Сы бізде VIP клиент Айгерім. Иә, умидан подушкасы. Қараңдар. Түсінікті ма, народ? Осы жерде не? Енді мынаны түсіндіріп тастайын кішігірім. Қазір өйткені сендер не в тему не түсінбей отырмын. Б-ға баратын ең қысқа жол через А деген сөз мынау. Б-ға барғың келсе, сен А-дан келу керексің. А-дан келсең ең қысқа жол деп тұр. Мына жерде бүйтіп айтырмын. С-ға барғың келсе, С-ға келу үшін сен А-дан келу керексің. Сол ең қысқа жол деп тұр. Түсінесіңдер ма? Қазір түсінесіңдер, ауыса бастайды қазір. Пока енді басы ғой. Типа Б-ға барғың келсе, Б-ға через А барсаң дұрыс болады деген сөз. Б-ға барғың келсе, А-мен барған дұрыс болады деп тұр. Или С-ға барғың келсе, через А кел деп тұр. Маған барғың келсе, А-дан кел деп тұр. А-дан кел деп тұр. Пока басы болғаннан кейін непонятно, қазір түсінесіңдер. Окей? Кеттік ары қарай. Бізде бітті ма мынау? Ойбай, қайсы бітті бізде? Б-ны бітірдік, С-ны бітірдік, е? Дұрыс па? Дұрыс па? Ау, кстати, лишний опция. Просто система опция. Екі H-ті бітірдік қой. Б-ны жүріп шықтық, С-ны жүріп шықтық. Дұрыс па? Значит, А-ның соседтері бітті. Все, мына for бітті. Өшіреміз. Енді не істейміз? Қайтадан мынаған келеміз да, ояға келеміз да. Келесі очередь тұрған элементті аламыз. Очередьте келесі тұрған элемент С. Кстати, неге С народ, неге Б емес С? Жаңа теорияда түсіндірдім ғой. Мына екі мынадан короче болғаннан кейін бірінші С-ға барып аламыз деп, помните? Сол тема. Priority queue, сол үшін С-ны выше қойып қойды. Оның километр азырақ, 2-ден 4 азырақ деп. Түсінесіңдер ма? Сол тема. Программа осылай реализовывается. Кеттік. С-ны пол деп алып аламыз, мына жерде өшіреміз, демек сурып аламыз, в очередьте. Бізде current, енді бізде С болады. Түсінесіңдер ма? Біз қазір С-да тұрмыз деген сөз. С-дан бастаймыз. С-ның соседтерін алып шығамыз. H-мападан С-ның соседтерін алып шығамыз. Кімдер болады бізде? С-ның соседтері B1, D4, E5. Дұрыс па? Кеттік. B1, S4, E5. Ойбай, D4, е? Sorry, D4. Дұрыс па? Қайдан бастаймыз? B-дан бастаймыз. B-ны алдық, H, B бізде, B1. Neighbor бізде кім? B, е? Дұрыс па? С-ның соседі енді B. Біз енді С-дан іздеп жатырмыз, С-ның соседтері. Neighbor B болды. Енді қараңдар. Мына жер вообще, осы жер ең ключевой момент. Distance-тан get current vertex менде қазір С. С-ның дистанциясын аламын. С-ның дистанциясы менде 2. 2 плюс B-ның H бізде B ғой, е? H бізде B қазір. B-ның километрін аламын. B-ның километр бізде қанша? С-дан B-ға баратын километр 1, е? Дұрыс па? Дұрыс па? 2 қазіргі С-ның 2-сі и B-ға баратын 1. Қоссасын қанша болады? 3 болады. Енді қара. 3 дистанциядан B-ны алсаң, B-ның дистанциясын алсаң. 3 кіші ма, чем B-ның дистанциясы? 3 кіші ма, чем B-ның дистанциясы? Все, мә саған. Типа, басында біз мынауын ең қысқа деп ойлап отырдық, мынаны. А-дан B-ға барған қысқа жол деп ойлап отырдық. Оказывается, одан қысқа жол бар екен. 3. Түсінесіңдер ма? Түсінесіңдер ма? Енді қараңдар. Мынаны істедің ғой. Міне, B-ға 3-ті қостың ғой. Енді бүйтіп айтасың, previous деген сол үшін арналған. B-ға бару үшін, оказывается, С-дан келу керек. Біз бұрында айттық қой, B-ға бару үшін А-дан келу керек. Енді B-ға бару үшін С-дан келу керек. B-ға бару үшін А-дан келгеннен гөрі С-дан келген, через С келген короче екен. Түсіндіңдер ме? Previous деген соны айтады. B-ға бару үшін ең қысқа жол не через А через С дейді, оказывается. А-ның орнына С өшіп қалады, С кіріп кетеді А-ның орнына. Түсінесіңдер ме? Previous деген сол үшін керек. Қай жерден келгенім ең қысқа болады. B-ға бару үшін через С келген қысқа болады екен, чем через А. PQ-ға не қойсам? PQ-ға не қоям? Neighbor қоям, neighbor бізде кім? B. Қайтадан B қайталана береді, ничего страшного ғой. 2 рет істегеннен особо ештеңе өзгермейді. PQ бірақ бір жаманы бүйтіп қайталана береді. Хэш секілді жасауға болады, просто хэш өзінің очередімен қояды ғой, хэшпен қояды. А бізге конкретно приоритетпен қою керек. Мына жерге еще қосуға болады, типа мен просто еріндім қатты. Бүйтуге болады. Егер мынаның ішінде болмаса, сол кезде ғана қос деп айтуға болады, но жата берсін, не мешает, окей?
Кодта жаза бересің, өздерің можете улучшить. Хотите, можете улучшить. Кодта. Сендерге бір үй жұмыс если надо. Онда мидтерм бонусын алып сен. Бір бонус болады, Максим? Что требуется? Келесі кімді аламын? Б бітті ма? С-ның бірінші соседі бітті ма? С-ның келесі соседі? Д ма? Ой, қолым жетпеді. Д ма? Д болсын. Д4. Не бір бізде кім? Д. Болды қазір. Бір-екі рет түсіндірем, ары қарай уже понятно болады. Д бізде дистанциядан С-ның несін аламыз? Бізде карант әлгісі ғой бізде. С-ның мәні қанша бізде? 2 плюс Д-ның мәні километр, Д-ның километр, С-дан Д-ға баратын километр 4. 2 плюс 4 6. 6 кіші ма, чем Д-ның дистанциясы? Д-ның дистанциядан 6 кіші ма, мына миллиардтан, конечно, онда 6 жазамыз. И Д, превьюсқа не дейміз? Д и С дейміз. Д-ға бару үшін, оказывается, через С келген дұрыс дейміз. Сосын ма? Содан неге еще PQ-ға не қосып қоямыз? Д-ны қосып қоямыз. PQ-ға келесі Д очередьқа. Мыналар, кстати, қосып жатқанда не істейді? Д мен Б-ның несін салыстырады? Б-ның километр 3, Д-ның километр 6. Значит, Б дұрыс тұр. Б бірінші тұру керек, Д соңында тұру керек. Е? Сосын ма? Yes? И тура Е-ні аласың, народ, мына жерде. Уже түсінікті ғой, мына мен. Е-ның дистанциясы қалайсың? Жаңағы С-ның дистанциясы 2 плюс Е-ның дистанциясы 5. 2 плюс 5 7, 7 М-нан кішкентай деген 7 болады. Еге бару үшін, оказывается, через С бару керек. И Е-ні мына жерге қосып қоясыңдар. Е соңында тұрады, өйткені оның дистанциясы 7, 6-дан да кіші, Б-дан да 3-тен да кіші. Е соңында тұр. Дұрыс па? С-ның соседтерін бітірдік па? Е-ні да көріп тастадық сразу, ша? Бітті ғой. Онда не істейміз? Келесін аламыз, келесі бізде болады очередті Б. Дұрыс па? Түсінесіңдер ма? И сондай тема енді қараңдар, Б-дан не болады? Мына жерде Б-ның бір приколы бар. Б-дан сен қайттан С-ға баруға болады, бірақ қайттан С-ға бару үшін Б-ның өзінің километрі қанша? 3 қой. Б-ға келген километрің 3 болды ғой. Плюс еще С-ға баратын километр қосасын 4 қой. 4 надан кіші емес қой, С-ға баратыннан 2-ден. Сол үшін как бы түк өзгеріс болмайды. Түсінесіңдер ма? С-ға барады, бірақ километрі не болмағаннан ештеңе өзгермейді. Содан кейін Д-ны көрейік, қараңдар. Д-ны көрейік. Б-ді қанша болады? Б-ның өз километрі 3 плюс Д-ның километрі 2, 5 болады, 3 плюс 2, 5 па? 5 надан кіші ма, Д-ға барудың бұрын алтыны кіші. Онда нан орнына 5 жазасыңдар да, еще айтасыңдар. Д-ға бару үшін, оказывается, не через С теперь бару керек, а через Б қысқарақ екен. Біз дойты ойладық қой, Д-ға бару үшін. Через С қысқа деп ойладық қой, басында через С деп ойладық, онда былай. 2 жүресің, 4 жүресің, через С жүрсең. 2, 4, 6 ғой. Оказывается, одан қысқа бар екен. 2 плюс 1, 3, еще плюс 2, 5. Сонда через Б барған қысқарақ екен. Д-ға бару үшін через Б келу керек екен. Түсінесің ма? Сөйт, народ, до конца бітіріп тастайды. Ары қарай уже понятно. Келесі ана соседін алады, ана соседін алады, осылай. Сонда соңында не шығады? 2, кстати, 6 болып кетеді. 7 болып 6 болып кетеді, бұлай болады. 2, 1, 3 болады да, через Б болып кетеді. Түсінесің ма? Е через Б тоже қысқа болады, 6 болып кетеді. Yes? Түсінікті ма? Енді мен сендерден не сұрайын? Ең маңызды сол көзді. Нам все, забей нам все, е? Но қызық емес. Ау? Сұрайын. Оралбек, сұрап осы сәлем. PQ сұрамаймын. Давай мен айтайын, не сұрайын, соны сен сұрақ қоясың. Или тағы сұрақтарым бар ма, заранее? Все, Нұрбек, Бекнұр рахмет. Бекнұр тыңдаңдаршы. Короче, мынаны сұрайын, алып тастады, мен превьюсті көрсетіп жатырмын, бірақ ол мына жерде өшіп тастау керек, просто сендерге көрсету үшін ғой. А так, мына нәрсе. Энтриларым, дистансын, бүкіл энтриларым жүгіріп шығады да, дистанцияларын кликпен мәндерін көрсетеді. Мәні бар болса, қараңдар, мәні максқа тең болса, unreachable дейді, демек бара алмайсың деген сөз. Кейбір кезде болады, мына жерде бір F деген болады, ол до сих пор макс болып қалады. Ол не деген сөз? Демек сен A-дан F-қа бара алмайсың. Егер ол әлі into max болып тұрса, значит бара алмайсың ол жерге. Түсінесіңдер ма? Тек бара алатын сандар өзгереді, бара алатын жерлер. A-дан бара алатын жерлер ғана өзгереді, бара алмасаң, F-қа бара алмасаң, ол макс болып қалады. Түсінесіңдер ма? Тоқшын не деп тұрмын? Дистанстармен жүгірем. Егер бір get value әлі максқа тең болса, онда unreachable дейді. Жете алмайсың ол жерге. A-дан ол жерге жете алмайсың. А
сан болса санын көрсетеді. Түсінесіздер ма? Енді қараңдар, мынаны запускать етсек. Ой, ой. Жоқ, әлі сұрамай тұр, мынаны бітіріп алайық. Обязательно народ адам баста деп тұр. Қараңдар. Былай бастауға өткен. Міне, мен не сұрайын? Бірінші тексеріп алайық. А0, Б3, С2. Мына жеріне. Ой, ой. Дұрыс па? А0, Б3, С2 дұрыс қой? Д5, Е6 міне. Д5, соңғысы Е6. Мынау жоқ, мына өтірік жазған ғой. Преюстарды тексерейік. Міне преюстар. БЦ, СА. Б-ға бару үшін С, СА. Дұрыс па? ДБ, ЕБ. ДБ, ЕБ соңында. С-лар б-ға ауысып кетті. Через Б, короче, деген сияқты. И все. Енді мен не сұрайын? Түсінікті, менікі, значит, дұрыс деп тұр. Мен мынаны сұрауым мүмкін, конечно. Маған айтам, мына жерден бастасаң, или мына жерден бастасаң деймін да, қай жерден бастауын айтам. Графты сурет салып беру мүмкін, или графты код ретінде беру мүмкін былай. Графты былай, код ретінде, больше мен код ретінде беремін. Былай берем. Сендер өздерің сурет салып болғаннан кейін, суреттің өзі как бір задание болуы мүмкін. Салып болғаннан кейін мынаны сұраймын, distance маған полностью жазып бер деймін. Бүйтіп сызып жазып керек емес, соңындағын жазсаң болады. Черновикке сызсаң болады өзің. Бірақ маған соңындағы мәндері керек. А0, Б3, С2, мынау 5, мынау 6 деп жазып беру керек. Ол бір. Екіншісі превьюстардың нәрсін сұраймын. Кілтпен мәндерін. БЦ, СА, ДБ, ЕБ деп жазып беру керек. Обязательно кілті это қай жерге барасың, а мынау мәні. Қай қаладан келу керексің мына. Б-ға бару үшін через С бару керексің деген сөз. Мына жерде порядок важен. Кілті қай жаққа бару үшін мәні қай жерден келу керексің деген сөз. Ол важно. Үшінші не сұрайын, бүйтіп айтам. Мен адан бастап сұрадым ғой, адан бастап жасадық қой мысалы. Мен бүйтіп айтам. Адан мысалы Д-ға жететін путь, короткий путь салып берші. Конкретно бүйтіп айтам. Адан Д-ға жететін короткий путь салып берші десем, сен мынадан қарайсың, превьюстан қарайсың. Қайда бару керек? Д-ға бару керек. Д-ға бару үшін қай жерден келу керек? Б-дан келу керек. Онда бүйтіп саласың. Д-ға бару үшін мен Б-дан келу керек дейсің. А Б-ға бару үшін ше? Б-ға бару үшін мен С-дан келу керек. Окей дейсің. А С-ға бару үшін бару үшін мен А-дан келу. Все, А-ға жеттім ба, на бастапқы неге жеттім ба, болды. Осындай маған жазып беру керек. Стрелкалармен. Ау? Жоқ, мынаны сен заранее жасап қойдың ғой. Мына жерге А, С, Б, Д деу керексің. Код берем, мынаны салдың бүкіл стрелкалармен. Мынаны жаздың, маған ответінде. Мынаны мен сұрасам, Адан Д-ға десем, Адан Д-ға жазып бересің. Тексттер туралы бүкіл тема осы сұрайтын. Ең маңыздысы. Мен түсіндіргенім без разницы ғой, міне маңызды осы ғой, не сұраймын, сол ғой, вот. Сол білім керек қой бізге, не сұраймын деген білім керек. Я Бекнұр? Білмеймін, жақсы алды бір өйді, жақсы алған секілді. Қадалдың ба? Потолоктан где-то полға жетпеді кішігін. Бір 90 алған жоқсың сен? Факты дұрыс, бірақ по моему факту дұрыс емес. По закону азики неправильно. Сұрақ бар ма? Сұрасам, сұрай салам, нете саласыңдар. Ой, ол, А мен Д-да қашықтық насам болды. Ол сұрасам, понятно ғой, мына сан саласың болды. Сен маған жазып берген өзі маған ол ответ беріп тұр ғой. Кодын сұрамайын деп айттым ғой енді. Жүз рет сұрай берсін. Мынау народ, мына дистанцияны қалай түсініп тұрсыңдар, дұрыс түсіну керек. Мынаның сандардың бәрі ол тек адам бастаған сандардың бәрі. Тек адам бастаған сандар. Адан Б-ға жету үшін 3, адан С-ға жету үшін 2, адан Д-ға жету үшін 5 деген сияқты. Мен қазір жерге Е-ден баста десем, адан емес. Все, бәрі өзгереді. Мынауды өзгереді, мынауды өзгереді, мынауды бәрі өзгереді. Мынаның бәрі жазғанымыздың бәрі адам бастаудан деген сөз. Айтам. Айгерім, қорықпаңызшы, оны айтам. Сіз ана көзді алып шошып кетсеңіз, жүгіріп келіп айтам, деді ме? Қайыржан қызы Айгерім дегенімізде қонаққа келіп отыр. Қайырбековна емес пе сенікі? Қайырбекова. Қайыржанова Айгерім Ержан қызы.
Сондай бізде қонақ отыр. Сұрақ? Біз қонақ жайылымыз ғой. Оралбек сөйтіп айтады. Оралбек, иә? Батыстан бе еді Оралбек? Шымкент пе? А? Батыс деп ойлап отыр. Жоқ ұқсамайды, иә? Дым, иә, вообще? Болды, мына сұрақ жоқ па мына жерден? Мен Семейдікімін, Семей. Все?